Жаңаөзенде төтенше жағдай режимін бұзған үшін 43 адам жауапкершілікке тартылды. Әкімшілік жауапкершілікке тартылғандардың басым бөлігі коменданттық сағат тәртібіне бағынбағандар болып шықты. Барлық заң бұзушылықтар бойынша әкімшілік хаттамалар толтырылды. Төтенше жағдайды бұзған үшін заңнамамен айыппұл салу немесе 15 тәулікке дейін қамауға алу түріндегі жаза қарастырылған. Сонымен қатар түнгі сағат 23:00-ден кейін жүрген 18 көлік ұсталып, айыптұраққа жабылды. Айта кету керек, осыған дейін 2 адам төтенше жағдай режимін бұзған үшін сот шешімімен 3 тәулікке қамалды. Жаңаөзен қаласында 18 тұлға төтенше жағдай режимін бұзып, көлік құралдарын және де қала көлемінде жүргендер анықталды. 10 автокөлік айыптұраққа жабылып, 18 әкімшілік хаттама жасақталды. Жаңаөзен қаласының тұрғындары және қонақтары сіздерден карантин режимін бұзбай төтенше жағдай режимін сақтауды сұрайды. Төтенше жағдай режимі енгізілгелі бері түнгі сағат 23:00-ден кейін барлық ойын-сауық орталықтары жұмыс жасамайды. Онымен қоса дүкендерде алкогольді өнім сату тоқтатылады. Егер жеке кәсіпкер тыйым салынған тауарды сататын болса, заң аясында жауапкершілікке тартылады. Сонымен қатар беймезгіл уақытта көшеде жүргендерге де шара қолданылады. 23:00-ден 07:00-ге дейін беймезгіл уақытта көшеге шықпауларыңыз сұралады. Беймезгіл уақытта көшеге шыққан уақыттарыңызда себепсіз шыққан жағдайда Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзу туралы кодексінің 476 бабымен әкімшілік жауапкершілікке тартыласыздар. Жаңаөзенде түнгі уақытта тек дәріханалар жұмыс жасайды. Дәрі-дәрмекті жеткізу қызметі қарастырылып жатыр. Уақытша енгізілген барлық шектеулер тек халықтың қауіпсіздігі үшін және жағдайда тұрақтандыруға бағытталған дейді мамандар. Еркін Қарасайұлы, Батыр Ақмолдаев, Ақтау Ньюс.